Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл видеода мен сіздерді бауырымыз Димаштың атын қытайша дұрыс айтып, жазып оқуды үйрететін боламын. Бірақ бірінші бауырымыз орындайтын ұмытылмас күн атты әннің үзіндісін бір тыңдап тамашалайық. Бір көргенін ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығымен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Шіркін ұмытылмас күн. Ал қалай екен ән? Әрине бұл әнді ұнатпайтын адам жоқты шығар бүкіл әлемде. Ал енді кішігірім сабағымызды бастайық. Қытай тілінде Димаштың аты міне осылай жазылады. Әр иероглифтің астында пениндары бар. Пенин деген ол транскрипция, сол иероглифтің оқылуы. Байқағаныңыздай әр пениннің ішінде сызықшалар бар. Ол 4 тонның біреуі. Ал осы 4 тон жайлы қысқаша айтып өтейін. Бірінші тон түзу сызықпен көрсетіледі, екінші тон жоғары, үшінші төмен жоғары, төртінші тон төмен. Енді осы 4 тонның дыбысталуын сіздерге көрсетейін. Бірінші тон түп түзу сызық, дыбысыңызда түп түзу шығу керек. Мысалы, а, көрдіңіз ғой, құламайды, көтерілмейді. А, екінші тон жоғарыға, таңғалған сияқты. А, даусыңызда жоғары шығады. А, үшінші тон төмен жоғары, даусыңызда солай төмен құлап көтеріледі. А, төртінші тон төмен, даусыңызда құлау керек. А, деп даусыңызда құлау керек. Енді осы 4 тонды тағы бір айтып шығайын. Бірдей қайталаңыздар. Кеттік. Бірінші тон. А. Екінші. А. Үшінші. Төртінші. Енді Димаштың атын осы 4 тондармен дұрыс оқиық. Қараңыздар, бірінші иероглиф ди. Бұл жерде екінші тон. Ди көтеріледі. Ди. Кеттік. Екінші иероглиф ма. Үшінші тон ма. Енді үшінші иероглиф бұл жерде қараңыздар, си деп оқылады. Пениннің ішінде X әріпі келген кезде бұл С әріпімен жіңішке белгісі. Си, С. Әрі иісі бар. Си деп оқылады. Бірінші тон. Си. Енді бәрін бірге ақырындап оқиын. Ди, ма, си. Ди, ма, си. Ди, ма, си. Деп өте баяу айтылады. Енді әдеттегі жылдамдықпен айтайын. Қараңыздар. Ди, ма, си. Ди, ма, си. Байқағаныңыздай, бұл жерде мен мааны үшінші тонмен ұзақ айтқан жоқпын. Неге? Өйткені сөздердің ішінде, әрі сөйлемдердің ішінде осылай тез оқылады. Дима си. Енді сіз қараңыз, менімен бірдей қайталап осылай айтсаңыз ғана Қытай азаматтары сіздерді түсінеді. Дима си деп. Егер Димаси деп басқаша айтып қойсаңыз, Қытай азаматтары мүлде түсінбейді. Сол үшін дұрыс бірдей қайталаңыздар. Димаси. Ал енді сіздерге Димаштың атын телефонға немесе компьютерге қалай теру керектігін көрсетейін. Төмендегі сілтемелермен өтіп, Қытай тілінің пернетақтасын міндетті түрде орнатып алыңыздар. Ал енді орнатып алдыңыз дейік, енді WhatsApp-тың ішінде жазамын. Қараңыз, бірінші иероглифтің пенині ди, д-ні бастым. Әрине бұл жерде тонды таңдай алмайсыз. Керек иероглифіңізді таңдаңыз. Міне. Екінші иероглиф ма. Бұл жерден де керек иероглифіңізді деп тауып аласыз. Енді келесі иероглиф си, xi жаздым, енді таңдайсыз. Әрине мен бұл телефонда жазғаным үшін бұл иероглифтар басында көрсетіліп тұр. Егер сіз таппасаңыз, мына стрелканы басып, төменнен іздеп тауып алыңыз, жарай ма, керек иероглифіңізді. Мен керегін тауып алдым да, міне осылай жазамыз. Байқағаныңыздай арасында пробел қоймайсыздар, бос орын қоймаңыздар. Ешқашан қоймау керек иероглифтардың арасында. Ал енді бұл атты тез жазу үшін сіздерге бір көмек. Жаңа мен әр иероглифті бөлек таңдадым. Ал енді Димаси деп бірге иероглиф таңдамай бәрін толық жазып тастаңыз пениндарды. Қараңыз, Димаси. Көрдіңіз ба? Бұл енді Димаштың аты бірден толық келіп тұр.
осылай тез жазуға болады. Міне осылай жазасыздар. Әрине төменде пікірлердің ішінде Димаштың атын практика жасап жазыңыздар, мен тексерейін, бір-біріңіздің жазуларыңызды тексеріңіздер. Міне осылай Димаштың атын қытайша дұрыс айтып, оқып, жаза алатын болдыңыздар. Енді соңғы рет дұрыс қайталайық. Қайталаңыздар менен кейін. Димаси деп қана қайталау керек. Әрі бұл видеода уақыттарыңызды алмас үшін бұл видеоглифтарды қалай қолмен жазу керектігін көрсетпеймін. Менің бөлек 5 күнде Қытай тілін үйрену атты әзірше тегін болған курсым бар. Сол жақта мен жақсылап көрсетемін. Қарасаңыздар болады. Егер қызық болса, онда курсыма қосылып байқап көріңіздер. Ал енді бұл видео сіздерге ұнап жатса, онда мені қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі қызық видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басыңыз. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.